Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге табиғат құбылыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгісін көрсетемін. Здравствуйте, ребята! Сегодня я покажу вам примерные суммативные задания по разделу табиғат құбылыстары, природные явления. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Сначала послушай текст, потом выполни задание. Желтоқсан қыстың басы. Қыста күннің жылуы азаяды. Терең үйшіктерде жатқан жануарлар аяздан қорықпайды. Себебі қардан суық өтпейді. Қыста кейде қатты боран соғады. Ондай кезде далаға шығу қиын. Боранды күні адасып қалуға болады. Сондықтан мұндай күні абай болу керек. Қыс бірден түсе қоймайды. Өзенге мұз қатқан кезден бастап қыс келді деп айтуға болады. Аязды күні жауған қар құрғақ, ал жылы күні жауған қар жабысқақ болады. Жабысқақ қар домалатып ойнауға ыңғайлы. Ал қар үстінде ойнау қандай керемет. Балалар қыс мезгілін жақсы көреді. Аққала жасап, қар атысып ойнау, шанамен сырғанау, шаңғы тебу балалардың ең сүйікті ісі. А теперь задание по тексту. Первое. Мәтінде қандай қысқы қауіп туралы айтылады? О какой опасности говорится в тексте? Тоңу, адасу, құлау, үсіп қалу. Второй вопрос. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін екі сөйлемді анықта. Найди два правильных предложения по смыслу текста. Третье. Терең үйшіктерде жатқан жануарларға аяз неліктен әсер ете алмайды? Ответь на вопрос по тексту. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. После проверь себя. Екінші тапсырма. Берілген жоспар бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын айт. Здесь вы должны будете по плану рассказать текст. Текст, который вы слушали. Первое. Қыс мезгілі. Первое. Говорим про зимнее время. Второе. Қысқы қауіп, про опасности. Третье. Қысқы қуаныш, радость. Назарларыңызға рахмет. Сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.